Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай супы дайындайтын боламын. Менде жылқының еті, осындай сүйегі мен еттерін алып алдым. Содан кейін майымызды қыздырып, үстіне жуа салдым. Жақсылап қыздырып, етімізді қатты қуырып аламын. Содан кейін барып, біз қатты жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне орташа су құямыз. Біздің етіміз 2 сағатта піседі. Алдын ала мен етті жақсылап пісіріп аламын. Үстіне жартылай су құямын. Содан кейін барып, салатын заттарын үстіне өз қалауыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Мен осындай үйге кішігірім супы жасадым. Менің көрермендерім міндетті түрде менің видеомды тіркеліп қараңыздар және видеоға қатысты өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар екен. Сіздерден мен қолдау күтемін. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де менің каналымда әртүрлі тәттілердің және де осындай кешкі тағамдардың рецептілері бар. Менің каналыма өтіп, міндетті түрде видеома лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді кезекте мен осындай кішкене вермишель салатын боламын. Енді қайнап жатыр, осылай үстіне салып жіберемін. 5-10 минутта пісіп шығады біздің супымыз. Біздің супымыз осымен дайын болып қалды. Өте керемет болып шықты. Ас болсын.